Бұл айым. Ayım began helping her mom 2 hours ago. And she's still helping. Айым 2 сағат бұрын анасына көмектесе бастады. Және ол әлі де көмектесуде. Бұл сөйлемде біз 2 шақты қолдандық. Past simple. Ayım began helping her mom 2 hours ago. Ол 2 сағат бұрын көмектесуді бастады. Және present continuous нақ осы шақ. She's still helping. Ол әлі де көмектесіп жатыр. Бұл сөйлемді қысқаша бұлай айтуға болады. Ayım has been helping her mom for 2 hours. Ayым 2 сағаттан бері анасына көмектесіп жүр. Бұл present perfect continuous шағы. Яғни, бұл шақты біз әрекет өткенде басталып, қазірге дейін жалғасып жатқанын, әлі де жалғасуын, немесе жақында ғана аяқталғанын айту үшін қолданамыз. Мысалы, I have been running in the park for an hour. Мен паркте 1 сағат бойы жүгіріп жүрмін. Мен жүгіруді 1 сағат бұрын бастадым, әлі де жүгіріп жүрмін, немесе жүгіруді жаңа ғана тоқтаттым. 1 сағат жүгіргенім түрімнен көрініп тұр, терлеп, бет-әлпетім қызарып тұр. Бұл жүгіргеннің әсері. Present perfect continuous шағында істің әсері болады. Мысалы, She has been washing the dishes since 10 o'clock. She's tired and her hands are wet. Ол сағат 10-нан бері ыдыс-аяқ жуып тұр. Ол шаршады және оның қолдары дымқыл. She's tired and her hands are wet. Бұл істің әсері. Present perfect continuous шағы қалай жасалады? Формуласы have, has been, verb, ing. Яғни I, you, we, they есімдіктерінен кейін have, been, verb, ing. Ал he, she, it есімдіктерімен has қолданылады. Has been, verb, ing. Verb дегеніміз етістік, яғни етістікке ing жалғаймыз. Present perfect continuous'те мынадай уақыт көрсеткіштері қолданылады. For уақыт ұзақтығын білдіреді, көбінесе бойы және бері деп аударылады. Мысалы, for 5 hours, 5 сағат бойы. For a week, 1 апта бойы. Since басталған уақытты көрсетеді, бері деп аударылады. Мысалы, since Monday, дүйсенбіден бері, since 2022, 2022-ден бері. For since тақырыбына арналған арнайы сабақ бар, жоғарыдан қарасаңыз болады. Бұл сөздерге how long арқылы сұрақ қоямыз. How long has she been helping? Ол қанша уақыттан бері көмектесіп жатыр? She has been helping for 2 hours. Ол 2 сағаттан бері көмектесіп жатыр. Сұраулы сөйлемде have, has бастауыштың алдына шығады. Has she been helping? Yes, she has. Немесе no, she hasn't деп жауап береміз. Ал болымсыз сөйлем жасау үшін have, has-дан кейін not қолданамыз. I, you, we, they have not been, verb, ing. Have not, haven't деп те қысқарылады. He, she, it has not been, verb, ing. Has not, hasn't болып қысқарады. Мысалы, Ayım and her mom haven't been sleeping since morning. Ayım мен оның анасы таңнан бері ұйықтап жатқан жоқ. Present perfect continuous емес, present continuous шағын қолдана берсек те болмай ма? Деген сұрақ туындауы мүмкін. Себебі екеуі де бірдей аударылады. Present continuous шағында істің қазір жасалып жатқаны маңызды. Мысалы, I am running. Мен жүгіріп жүрмін. Ал present perfect continuous шағында істің белгілі бір уақытта басталып, қазірге дейінгі аралығы, жасалу ұзақтығы маңызды. Мысалы, I've been running for 2 hours. Мен 2 сағат бойы жүгіріп жүрмін. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше. Бай-бай.